Жер, біздікі сияқты тіршілікке толы ғаламшарлардың ішінде ерекше орны бар планета. Оның өмірді сақтау қабілеті көптеген табиғи факторларға байланысты. Күн сәулесінің мөлшері, су қоры, атмосфера құрамы және ең бастысы жердің өз осымен айналуы. Бұл құбылыс қарапайым нәрсе сияқты көрінгенімен, шын мәнінде бүкіл тіршіліктің қалыптасуы мен сақталуы үшін шешуші рөл атқарады. Егер жер өз осымен айналмаса, біз білетін тіршілік мүлде басқа сипатқа ие болар еді. Тіпті адамзаттың өмір сүруі мүмкін болмас еді. Жердің өз осымен айналуы тәуліктің қалыптасуына тікелей байланысты. Яғни біз күндіз және түнді ауыстырып тұратын осы бір табиғи қозғалыстың арқасында өмір сүрудеміз. Егер бұл қозғалыс болмаса, планетаның бір жағы үнемі күн сәулесін қабылдап, ыстықтан қурар еді, ал екінші жағы қараңғылықта қатып қалар еді. Сонымен қатар, жердің айналуы атмосфера мен мұхит ағындарын реттейді. Желдер мен теңіз ағыстарының бағытын қалыптастырады. Климаттық жүйелерді тұрақтандырады. Айналыстың тоқтауы тек климатқа ғана емес, бүкіл физикалық заңдылықтарға әсер етеді. Себебі жердің қозғалысы тек қана тәуліктің қалыптасуына емес, сонымен бірге планетадағы гравитациялық тепе-теңдіктің, геофизикалық процестердің сақталуына ықпал етеді. Бұл тақырыптың ең қызықты қыры егер деген болжалды сұрақ. Ғылымда мұндай тәсіл жиі қолданылады. Белгілі бір процесті алып тастап немесе өзгертіп қарастыру арқылы біз оның шынайы маңызын анықтаймыз. Жердің өз осымен айналуы біз үшін күнделікті байқалмайтын, бірақ негізгі тірек болып табылатын процесс. Сол себепті оны алып тастағанда қандай өзгерістер болатынын ой елегінен өткізу тек қана ғылыми тұрғыда емес, сонымен қатар адамзат үшін үлкен сабақ бола алады. Бұл бөлімде біз жердің айналуының жалпы маңызын аштық. Ал келесі бөлімдерде бұл қозғалыстың физикалық негіздерін, атмосфера мен мұхиттарға, тірі ағзаларға және жалпы экожүйелерге әсерін жан-жақты талдап, ең соңында айналыс мүлде болмаса, адамзат қандай тағдырға тап болатынын толық қарастырамыз. Жердің өз осымен айналуының физикалық негіздері. Жердің өз осымен айналуы бүкіл ғаламшардың табиғи және физикалық құрылымының ең негізгі сипаттамаларының бірі. Бұл құбылысты түсіну үшін біз астрономия, физика және геофизика ғылымдарына жүгінуіміз қажет. Жердің айналуына қатысты сұрақтар ертеден-ақ адамдарды қызықтырған. Көне өркениеттер күннің шығуы мен батуының себебін түсінуге тырысқан, бірақ нақты ғылыми жауапты адамзат тек соңғы ғасырларда алды. Жер шар тәрізді ғаламшар болғанымен, ол геометриялық тұрғыдан идеалды шар емес, сәл ғана сығылған сфера. Бұл сығылу жердің айналуынан туындайды. Жер өз осымен солтүстік және оңтүстік полюстерді жалғайтын қиялдық тік сызықтың айналасында қозғалады. Бұл сызықты жердің айналу осы деп атаймыз. Жердің осы күнді айналатын орбита жазықтығына тік емес, шамамен 23 үміджалендей бұрышпен қисайып орналасқан. Дәл осы көлбеу бұрыш жерде жыл мезгілдерінің қалыптасуына себеп болады. Егер жердің осы тік орналасса, онда қыс, көктем, жаз күз сияқты маусымдар болмайтын еді. Жер өз осымен толық бір айналымды шамамен 24 сағатта жасайды. Бұл уақытты біз тәулік деп атаймыз. Бірақ шын мәнінде жердің айналу уақыты 23 сағат 56 минут шамасында. Оны астрономияда сидералдық тәулік деп атайды. Айналу жылдамдығы әр жерде бірдей емес. Экваторда жердің айналу жылдамдығы сағатына шамамен 670 км, ал полюстерде 0-ге тең. Жердің айналуы физикада центрден тепкіш күшті тудырады. Бұл күш экватор аймағында ең жоғары, ал полюстерде 0-ге тең. Соның салдарынан жердің экватор аймағы аздап шығыңқы, ал полюстері сығыңқы болып келеді. Центрден тепкіш күш тек жердің пішініне ғана емес, сонымен қатар салмақ өлшемдеріне де әсер етеді. Жердің айналуынан туындайтын тағы бір маңызды құбылыс – кориолис күші. Бұл күш қозғалып бара жатқан заттардың бағытын ауытқуға мәжбүрлейді. Мысалы, атмосферадағы ауа массалары немесе мұхиттағы ағындар жердің айналуына байланысты әрдайым солға немесе оңға ауытқиды. Жердің айналуы тек сыртқы ортаға ғана емес, оның ішкі құрылымына да әсер етеді. Ғалымдардың пікірінше, жердің сыртқы ядросы сұйық күйде болғандықтан, ол айналу барысында қозғалып, геомагниттік өрісті қалыптастырады. Бұл магнит өрісі бізді ғарыштық радиациядан және күн желдерінен қорғайды. Егер жер мүлде айналмаса, онда оның магнит өрісі әлсіреп, тіршілікке үлкен қауіп төнер еді. Жердің айналуы ежелгі дәуірлерде түсініксіз болып, адамдар түрлі мифтер ойлап тапты.
Bir кездері адамдар жер қозғалмайды, күн мен жұлдыздар айналады деп ойлаған. Бұл көзқарасты геоцентрлік жүйе деп атайды. Кейін Коперник, Галилей, Кеплер сынды ғалымдар зерттеулер жүргізіп, жердің айналатынын дәлелдеді. Осылайша, ғылым шындықты ашып, бізге қазіргі түсінікті берді. Сонымен, жердің өз осымен айналуы табиғаттағы ең негізгі заңдылықтардың бірі. Ол тәулікті қалыптастырады, экватор мен полюстер арасындағы айырмашылықтарды тудырады, климат пен ауа райының таралуын реттейді, магнит өрісін сақтайды. Жердің өз осымен айналуы бүкіл ғаламшардың табиғи және физикалық құрылымының ең негізгі сипаттамаларының бірі. Бұл құбылысты түсіну үшін біз астрономия, физика және геофизика ғылымдарына жүгінуіміз қажет. Жердің айналуына қатысты сұрақтар ертеден-ақ адамдарды қызықтырған. Көне өркениеттер күннің шығуы мен батуының себебін түсінуге тырысқан, бірақ нақты ғылыми жауапты адамзат тек соңғы ғасырларда алды. Диккет төрт. Жердің осы және оның бағыты. Жер шар тәрізді ғаламшар болғанымен, ол геометриялық тұрғыдан идеалды шар емес, сәл ғана сығылған сфера. Бұл сығылу жердің айналуынан туындайды. Жер өз осымен солтүстік және оңтүстік полюстерді жалғайтын қиялдағы тік сызықтың айналасында қозғалады. Бұл сызықты жердің айналу осы деп атаймыз. 2. Айналу жылдамдығы. Жер өз осымен толық бір айналымды шамамен 24 сағатта жасайды. Бұл уақытты біз тәулік деп атаймыз. Бірақ шын мәнінде жердің айналу уақыты 23 сағат 56 минут шамасында. Айналу жылдамдығы әр жерде бірдей емес. Экваторда жердің айналу жылдамдығы сағатына шамамен 1600 км, ал полюстерде 0-ге тең. 2. Центрден тепкіш күш. Жердің айналуы физикада центрден тепкіш күшті тудырады. Бұл күш экватор аймағында ең жоғары, ал полюстерде 0-ге тең. Соның салдарынан жердің экватор аймағы аздап шығыңқы, ал полюстері сығыңқы болып келеді. Егер жер мүлде айналмаса, онда ол мінсіз шар тәрізді болар еді. 2. Кориолис күші. Жердің айналуынан туындайтын тағы бір маңызды құбылыс – Кориолис күші. Бұл күш қозғалып бара жатқан заттардың бағытын ауытқуға мәжбүрлейді. Мысалы, атмосферадағы ауа массалары немесе мұхиттағы ағындар жердің айналуына байланысты әрдайым солға немесе оңға ауытқиды. 2. Жердің ішкі құрылымы мен айналу. Жердің айналуы тек сыртқы ортаға ғана емес, оның ішкі құрылымына да әсер етеді. Ғалымдардың пікірінше, жердің сыртқы ядросы сұйық күйде болғандықтан, ол айналу барысында қозғалып, геомагниттік өрісті қалыптастырады. Бұл магнит өрісі бізді ғарыштық радиациядан және күн желдерінен қорғайды. Егер жер мүлде айналмаса, онда оның магнит өрісі әлсіреп, тіршілікке үлкен қауіп төнер еді. 2. Тарихи тұрғыдан қарағанда, жердің айналуы ежелгі дәуірлерде түсініксіз болып, адамдар түрлі мифтер ойлап тапты. Бір кездері адамдар жер қозғалмайды, күн мен жұлдыздар айналады деп ойлаған. Кейін Коперник, Галилей, Кеплер сынды ғалымдар зерттеулер жүргізіп, жердің айналатынын дәлелдеді. Осылайша, ғылым шындықты ашып, бізге қазіргі түсінікті берді. Сонымен, жердің өз осымен айналуы табиғаттағы ең негізгі заңдылықтардың бірі. Ол тәулікті қалыптастырады, экватор мен полюстер арасындағы айырмашылықтарды тудырады, климат пен ауа райының таралуын реттейді, магнит өрісін сақтайды. Жердің өз осымен айналуы тек күн мен түннің ауысуына ғана емес, сонымен қатар климаттық белдеулердің қалыптасуына, табиғаттағы маусымдық өзгерістерге және ауа массаларының қозғалысына тікелей әсер етеді. Егер жердің айналуы тоқтап қалса, климат пен табиғаттағы өзгерістер адамзат пен тіршілік үшін бұрын соңды болмаған апатты жағдай туғызар еді. Бір күн мен түннің өзгеруі. Қазіргі уақытта жер әр 24 сағатта бір рет айналады. Соның арқасында күн мен түн ауысып отырады. Егер айналу тоқтаса, планетаның бір беті үнемі күнге қарап тұрады. Ол жақта мәңгі күндіз, ал екінші бетінде мәңгі түн орнайды. Климаттық белдеулердің жойылуы. Бүгінгі таңда экватордан полюстерге қарай ыстық, қоңыржай, суық климаттық белдеулер бар. Айналу тоқтағанда бұл жүйе мүлде жойылады. Күн жақ бетте температура 100 дәрежеден асып, барлық су көздері буланып кетеді. Күнге қарамаған бетте температура 100 градусқа дейін төмендеп, барлық тіршілік мұзға қатып қалады. Жел мен ауа массаларының қозғалысы. Жердің айналуынан туындайтын Кориолис күші желдің бағытын анықтайды. Айналу тоқтағанда бұл күш жойылады. Жаһандық жел жүйелері мүлде өзгереді. Ыстық жақтан суық жаққа қарай орасан зор дауылдар соғып,
планетаның екі жарты шарында тұрақсыз, катастрофалық циклондар пайда болады. Dirt, маусымдық құбылыстардың өзгеруі. Қазіргі маусымдардың қыс, көктем, жаз түзілуіне жердің осьтік еңкеюі әсер етеді. Бірақ айналу тоқтағанда, маусымдық өзгерістер тек күндізгі және түнгі жақ шекарасындағы ыстық пен суық аралық аймақтарында ғана байқалады. Бұл тар белдеу тіршілік үшін жалғыз қолайлы аймақ болуы мүмкін. 5. Табиғаттағы апатты құбылыстар. Жаңбыр мен бұлттардың түзілуі тоқтайды, себебі су айналымы бұзылады. Бір бетінде мәңгі құрғақ шөл, екінші бетінде мәңгі қар мен мұз патшалығы. Ормандар, өзендер, көлдер және жануарлар әлемі жойылып, тек бейімделе алған аздаған түрлер ғана өмір сүреді. 6. Адамзатқа әсері. Жер бетінің басым бөлігі тіршілікке жарамсыз болып қалады. Адамдар тек күн мен түннің шекаралық аймағында ғана өмір сүре алады. Бірақ ол жерде де климат тұрақсыз болады. Күшті дауылдар, аптап ыстық пен аяздың ауысуы, жиі құмды борандар мен мұзды желдер тіршілікке қауіп төндіреді. Қорытынды, егер жердің айналуы тоқтаса, қазіргі климаттық жүйе түбегейлі жойылады. Бір жақта күйіп жанған шөл, екінші жақта тоңып жатқан мұзды әлем қалыптасады. Тіршілікке ең қолайлы аймақ тек күн мен түннің шекарасы ғана болып, онда да жағдай тұрақсыз әрі қауіпті болмақ. Жердің өз осымен айналуы тек күн мен түнді ғана емес, сонымен бірге мұхиттар мен теңіздердің орналасуын, қозғалысын да реттеп отырады. Егер бұл айналыс мүлде тоқтап қалса, гидросферадағы өзгерістер ғаламдық деңгейде катастрофалық сипат алады. Bird. Экватор мен полюстердегі теңіз деңгейінің өзгеруі. Қазір жердің айналуы арқасында орталықтан тепкіш экватор маңында суды көтеріп тұр. Осы себепті экватордағы су деңгейі полюстерге қарағанда шамамен 80 километрге жоғарырақ. Егер жердің айналуы тоқтаса, бұл күш жойылып, су біртіндеп полюстерге қарай ығысады. Нәтижесінде экватордағы кең аймақтар құрғап, жаңа құрлықтар пайда болады. Мұхит ағыстарының тоқтауы. Қазіргі кезде жердің айналуы мұхит ағыстарын бағыттайды. Мысалы, Гольфстрим, Куросио, Тимбелвит. Бұл ағыстар климатты жұмсартып, құрлықтарды жылытады. Егер айналу тоқтаса, мұхит ағыстары да тоқтап, теңіздер қозғалмайтын алып көлдерге айналады. Мұның салдарынан Еуропа мен Солтүстік Американың климаты күрт суып, Африка мен Оңтүстік Азия аптап ыстыққа түседі. Су балансының бұзылуы. Мұхиттар мен теңіздердегі тұздық тепе-теңдік, тұз мөлшерінің біркелкі таралуы бұзылады. Күндізгі бетте орналасқан теңіздер мен көлдер буланып, тұзды шөлге айналады. Түнгі бетте орналасқан суық аймақтарда теңіздер қатып, мәңгі мұзға айналады. Dirt. Жағалаудағы апаттар. Экватордағы мұхит сулары полюстерге қарай ығысқанда, жағалауда орналасқан көптеген қалалар мен елді мекендер су астында қалады. Мысалы, Нью-Йорк, Лондон, Токио, Санкт-Петербург секілді мегаполистер жаңа су астындағы қала болар еді. 5. Тіршілікке әсері. Мұхиттағы планктон фотосинтез арқылы бүкіл жер атмосферасының 50% оттегін өндіреді. Егер мұхиттар тоқтап, ағыстар жоғалса, планктонның тіршілігі бұзылады, оттегінің көлемі азаяды. Бұл бүкіл тіршілікке қауіп төндіреді. 6. Жаңа географиялық карта. Егер жердің айналуы мүлдем тоқтаса, планетаның географиялық бейнесі түбегейлі өзгереді. Құрлықтар мен мұхиттардың шекарасы қайта сызылады. Экватор маңында жаңа материктер пайда болса, полюстерде бұрын соңды болмаған супер мұхиттар қалыптасады. Қорытынды. Жердің айналуы тоқтағанда мұхиттар мен теңіздер қазіргі күйінде сақталмайды. Экватордағы аймақтар шөлге айналып, полюстерде жаңа мұхиттар пайда болады. Су массасының қайта бөлінуі климатқа, табиғатқа және адамзат өркениетіне орны толмас өзгерістер әкеледі. Жердің айналуы тоқтаған жағдайда ең үлкен соққыны табиғат қана емес, адамзат қоғамы да көреді. Адам өмірінің барлық саласы, тұрмыс, экономика, ғылым, технология және өркениет дамуы түбегейлі өзгереді. 1. Тіршілік аймағының тарылуы. Планетаның көп бөлігі тіршілікке қолайсыз болып кетеді. Бір беті күйіп жанған шөл, екінші беті тоңып қалған мұз әлемі. Азық-түлік пен су тапшылығы. Ауыл шаруашылығы жойылады, себебі маусымдар болмайды. Күннің ыстығы мен аязға ешбір егін төтеп бере алмайды. Су айналымы бұзылып, өзендер, көлдер құрғап, мұзға айналады. Азық-түлік өндірісі тоқтап,
адамзат жасанды тағамдар мен гидропоника сияқты технологияларға тәуелді болады. 3. Қоныс аудару және жаңа қоғамдар. Миллиондаған адамдар тіршілікке қолайлы аймақтарға көшуге мәжбүр болады. Бұл үлкен көші-қон толқынын туғызады. Соның салдарынан мемлекеттер арасындағы шекаралар жойылып, жаңа қоғамдар құрылады. Әлеуметтік қақтығыстар, соғыстар мен ресурстар үшін бәсекелестік күшейеді. 4. Ғылым мен технологияның рөлі. Адамзаттың аман қалуы тек ғылым мен технологияға байланысты болады. Жер асты қалалары, жасанды климат жүйелері, ғарыш станциялары секілді жобалар өмір сүрудің жалғыз мүмкін жолына айналады. Ғалымдар жаңа энергия көздерін, су тазарту және ауа баптау технологияларын дамытуға мәжбүр болады. 5. Дін мен мәдениеттегі өзгерістер. Мұндай ғаламдық апат адамдардың дүниетанымын түбегейлі өзгертеді. Көптеген халықтар жаңа жағдайды мифологиямен түсіндіруге тырысып, жаңа діни ағымдар пайда болады. Өнер, әдебиет пен мәдениет табиғат апаттарын бейнелеуге және адамзаттың күресін суреттеуге бағытталады. 6. Адамзаттың болашағы. Егер технология жеткілікті дамыса, адамзат тіршілігін сақтап қала алады. Бірақ ғылым дамымаса, өркениет құлап, адамзат шағын қауымдар түрінде тіршілік етуге мәжбүр болады. Ұзақ мерзімде адам эволюциясы да өзгеруі мүмкін. Кейбір адамдар ыстыққа, кейбірі суыққа бейімделіп, жаңа түрлер пайда болады. Жердің айналуы тоқтауы мүмкін бе? Ғылым не дейді? Жердің өз осымен айналуы табиғаттағы ең тұрақты процестердің бірі. Бірақ ой эксперимент ретінде, егер жер айналуды тоқтатса не болар еді деген сұрақ ғылыми тұрғыдан қызық. 1. Жердің айналуының тұрақтылығы. Ғаламда жер сияқты планеталар ұзақ уақыт бойы өз осымен айналады. Айналудың негізгі себебі планетаның пайда болған кездегі импульсы. 2. Айналуды баяулататын факторлар. Жердің айналу жылдамдығы баяулайды, бірақ өте аз қарқынмен. Бұл баяулау негізгі себептерден туындайды. Ай мен жер арасындағы гравитациялық тартылыс. 3. Толық тоқтау мүмкін бе? Ғалымдар табиғи жағдайда жердің өз осымен толық тоқтауы мүмкін емес деп есептейді. Толық тоқтауға тек сыртқы күштер, мысалы үлкен астероид соқтығысуы, немесе планеталық масштабтағы ғарыштық апат әсер ете алады. Әрине, ғылым фантастикалық сценарийлерді зерттейді. Жер бір күнде тоқтаса не болар еді, деген ой эксперименттері жасалады. Зерттеулер көрсеткендей, бір күнде тоқтау мүмкін емес. Айналу тоқтаса, экватордағы су мен құрлық қозғалысы апатты сипат алады. Жер сілкіністері, цунами мен дауылдар пайда болады. Өсімдіктер мен экожүйелерге әсері, фотосинтездің тоқтауы және табиғаттағы өзгерістер. Жердің өз осымен айналуы тоқтағанда, тіршіліктің негізгі тірегі, өсімдіктер мен экожүйелер айтарлықтай зардап шегеді. Өйткені өсімдіктердің тіршілігі күн сәулесіне, тәуліктің ауысуына және тұрақты климатқа байланысты. 1. Фотосинтездің тоқтауы. Фотосинтез өсімдіктердің күн сәулесін энергияға айналдырып, көмірқышқыл газын оттегіне айналдыру үдерісі. Егер жердің айналуы тоқтаса, бір бет үнемі күнге қарап тұрады. Онда өсімдіктер ыстықтан күйіп, фотосинтезді тоқтатады. Түнгі беттегі өсімдіктер жарықсыздықтан тіршілік ете алмайды. Нәтижесінде оттегінің өндірісі азаяды. Бұл бүкіл экожүйеге кері әсер етеді. 2. Су айналымының бұзылуы. Өсімдіктердің су сіңіруі мен булануы жер бетіндегі жауын-шашын циклін қалыптастырады. Айналу тоқтаған жағдайда атмосферадағы желдер мен температура айырмашылықтары бұзылады. Жаңбырлар тұрақсыз болады. Сол себепті көптеген ормандар мен шөлейт аймақтар құрғап, экожүйелер күйрейді. 3. Жануарлар әлеміне әсері. Өсімдіктердің тіршілігі тоқтаған кезде трофикалық жүйе тамақ тізбегі бұзылады. Өсімдік қорына тәуелді жануарлар аштан өледі, ал оларды жеуге тәуелді хищниктер де жойылады. 4. Биологиялық әртүрліліктің азаюы. Экватордағы мәңгі ыстық аймақта тек кейбір шөлге бейімделген өсімдіктер тіршілік ете алады. Полюстердегі мәңгі мұзда тіршілікке жарамды өсімдіктер жоқ. 5. Табиғаттағы ұзақ мерзімді өзгерістер. Жер бетінде жаңа экологиялық белдеулер пайда болады. Мәңгі күндізгі шөлдер, мәңгі түнгі мұздықтар және олардың арасындағы тар тіршілік белдеуі. Кейбір экожүйелер қайта қалпына келуі мүмкін, бірақ бұл миллиардтаған жылдарды талап етеді. 6. Адамзатқа әсері. Өсімдіктердің фотосинтезі тоқтағандықтан оттегі деңгейі төмендейді. Азық-түлік көздері азайып, ауыл шаруашылық мүмкін болмайды. Табиғат апаттары мен экожүйенің күйреуі адамзатқа апатты әсер етеді. Қорытынды.
Жердің айналуы тоқтағанда фотосинтез тоқтап, өсімдіктер мен жануарлар тіршілігі қатты зардап шегеді. Табиғаттың тепе-теңдігі бұзылады, биологиялық әртүрлілік күрт азаяды. Ал адамзат тіршілігі тек шектеулі аймақтарда ғана сақтала алады. Жердің айналуы тоқтауы мүмкін бе? Қысқаша жауап: табиғи жағдайда мүмкін емес. Бірақ баяулау байқалады. Ғылым бұл процесті бақылап, бізге табиғаттың нәзіктігін көрсетеді. Бұл ой эксперименті адамзатқа жердің айналуының маңызын түсінуге мүмкіндік береді. Табиғатты қорғау, энергияны үнемдеу және ресурстарды дұрыс пайдалану адамзат үшін маңызды сабақ болып табылады. Біз климатқа, экожүйеге және табиғи ресурстарға жауапкершілікпен қарауымыз керек.